Крик фильмін көргенсіз бе? Бұл фильмді толығымен көрмесеңіз де естігеніңізге, не болмаса қолында пышағы бар айғайлап тұрған бейнедегі қорқынышты маска киген кейіпкерді бір рет болсын көргеніңізге сенімдімін. Криктің одан әрі танымал болуына оған пародия ретінде түсірілген комедиялық жанрдағы «Очень страшное кино» туындысының да әсері мол болды. Крик фильмінің сценаристі Кевин Уильямсонды осы туындыны түсіруге шабыттандырған шынайы оқиға әлдеқайда қорқынышты. Крик фильмі мен шынайы өмірде болған кісі өлімдерінің байланысы 1997 жылы белгілі болды. Бұл туралы фильм сюжетін жазған Кевин Уильямсон өзінің бір сұхбатында баяндап береді. Оның ойына Крик фильмін түсіру Флорида штаты Гейнсвилл қаласында 1990 жылдарда болған қанды оқиға туралы деректі фильмді көру барысында келген. Дәл сол бағдарламаны көріп отырған сәтте Кевин үйінен бөтен шудың дауысын естіп қорыққаны соншалық бүкіл үйді тексеріп шығады және үйіндегі терезелердің бірінің ашық тұрғанын байқайды. Ол досына қоңырау шалып, досын бірден үйге шақырады. Бір апта бойы Кевин үрей астында жүреді. Шынайы қылмыс оқиғаларынан қатты әсер алған оның ойына керемет бір қорқынышты фильм түсіру идеясы келеді. Ал енді 1990 жылдарға кері қайтып, қорқынышты фильмнің сюжетіне себепкер болған оқиғамен жақынырақ танысайық. 1990 жыл. Күн шуақты Флорида штатында орналасқан 100 мыңдай ғана тұрғыны бар Гейнсвилл қаласы студенттер үшін жұмақ қала болып есептелетін. 1990 жылдың 20 тамызында Гейнсвилл ресми түрде Америка құрама штаттарындағы ең әдемі және ең қауіпсіз 10 қаланың тізіміне енді. Осы орайды пайдалана отырып, Гейнсвилл үкіметі қаланы туристік орталыққа айналдыру мақсатында жарнамаға 100 мыңнан аса доллар қаражат бөледі. Жергілікті қонақ үйлер, кафе мен ресторандар туристердің ағынын күтіп, бизнестеріне көп ақша инвестициялайды. Алайда бәрі жоспарлағандай болмады. 25 тамыз полиция қызметкері рация арқылы адам өлімі туралы хабарлама алады. Хабарлама алынғаннан кейін полиция қызметкері 17 жасар Кристина Паул және 18 жасар Соня Ларсон есімді екі студент қыздың пәтеріне келді. Олар өлі күйінде табылды. Қанішер Соня Ларсонды алдымен өлтірген, оны байлап пышақтаған. Содан кейін Кристина Паулды байлап зорлаған. Оны да бірнеше рет арқасынан пышақтаған. Белгісіз өлтіруші оларды адам танымастай күйге жеткізген. Ең қорқыныштысы және түсініксіз жайт, қылмыскер құрбан болған қыздардың шашын өлтіргеннен кейін көп мөлшерде су сабын қолдана отырып жуған. Келесі түнде Криста Хойд қайтыс болды. Оған да шабуыл жасалып, қылмыскер оны байлап, зорлап, арқасынан соққы жасаған. Оның денесі де адам танымастай күйге жеткізілген. Ал құрбан болған 18 жастағы студент қыздың басын құқық қорғау органдарының қызметкерлері кітап сөресінен тапты. Бұл құрбан болған қыздың да шашы көп мөлшерде су сабымен жуылған. Сол кезде-ақ бұл қылмыстың артында бір адамның тұрғаны белгілі болды. 2 күннен кейін 27 тамызда өз пәтерлерінен екі студенттің, Мануэль Табуаданың және Трейси Полстың өлі денелері табылды. Тағы да сол қылмыскердің ізі. Бұл жағдай бүкіл қала тұрғындарын үрей астына алды. Сол себепті де полиция барлық күшін бұл іске жұмсады. Көп күттірместен 30 тамыз күні полиция қылмыскердің қолға түскендігі туралы мәлімдеме жасады. Салған күдікті Эдвард Хамфри, психикалық ауытқулардан зардап шегетін жігіт, өз әжесіне шабуыл жасады деген айыппен қамауға алынған. Ең маңыздысы, қылмыс болғанға дейін күдікті құрбан болған студенттер тұрған ауданнан арзан жалдамалы пәтер іздеген. Оны полиция бірден тұтқындайды және студенттерге шабуыл жасаған маньяк осы деп сенімді болады. Себебі Эдвард Хамфри студенттерге шабуыл жасалған уақытта уақытылы қабылдау керек дәрілерін ішуді тоқтатқан. Халық құқық қорғау қызметкерлеріне сеніп, қылмыскер тордың арғы бетінде. Қаламыз қайтадан қауіпсіз деп өмірлерін жалғастырады. Шынымен де Эдвард Хамфри ұсталғаннан кейін қалада бір адам өлтіру факті тіркелмейді. Бір аптадан кейін 7 қыркүйек күні Гейнсвиллден көлікпен 60 шақырым жерде орналасқан Оккала қаласында қарулы тонау айыбымен Дэнни Роллинг есімді ер адам қолға түсті. Ол банкті кейбір ақпараттарға көре супермаркетті тонамақ болған. Бірақ қызметкер білдірпей дабыл түймесін басып үлгереді. Тергеу барысында Дэнни Роллингтің соңғы күндері болған тонау қылмыстарымен қатысы бар екендігі анықталды. Бірақ ең қызығы басқа фактілер ортаға шыға бастады. Дэнни Роллингті тергеу барысында алынған құралдар 5 студентті өлтірген адам өлтіргіштің қолданған құралдарына қатты ұқсас болған. Полиция Гейнсвиллде студенттер өлтірілген уақытта Дэнни Роллингтің сол кезде қай қалада болғанын анықтайды. Таң қаларлығы Дэнни Роллинг студенттер өлтірілген кезде Гейнсвилл қаласында өмір сүрген және басқа қалаға бірінші күдікті Эдвард Хамфри тұтқындалған кезде қоныс аударған. Бірақ бұл барлық таңғаларлық жайт емес. 1989 жылы Луизиана штаты Шрифпорт қаласында белгісіз қылмыскер Уильям Гристі, оның 24 жасар қызы Джулиді, 8 жасар Шон есімді немересін аса қатыгездікпен өлтірген. Ең қызығы 24 жастағы Джулидің шашы Гейнсвиллдегі студент қыздардың шашы жуылғандай көп мөлшерде су сабымен жуылған. Таң қаларлығы Дэнни Роллинг дәл осы уақытта Шрифпорт қаласында өмір сүрген. Осындай сәйкестіктерден кейін полиция барлық осы кісі өлтірулерге Дэнни Роллингтің қатысы бар ма деп күдіктене бастайды. Көп ұзамай дәлелдер ортаға шықты.
Полиция орманнан оның жасырын қоймасын тапты. Ол жерде ұрланған ақшалар мен қатар басқа да заттар табылды. Мысалы, кассетаға жазылған аудио күнделіктер және 5 студентке тиесілі олардың жеке заттары. Оның бәрі оған айып тағу үшін жеткілікті болды. Бірақ сот процесі ұзақ жылдарға созылды. Маньяк өз кінәсін мойындаудан бас тартты. Тек 1994 жылы ғана адвокаттың кеңесімен барлық студенттердің өлімін өз мойнына алып, кінәсін толық мойындайды. Ол кезде бірінші күдікті Эдвард Хамфриді полиция бостандыққа жіберген болатын. Бірақ Дэнни Роллинг кінәсін толық мойнына алғанға дейін бірнеше жылдар бойы адамдар оны кінәлі деп есептеген. Ал Дэнни Роллинг сотта өз құрбандарын қалай өлтіргендігін егжей-тегжейлі баяндап берді. Ол тек құрбандардың шашын не мақсатта жуғандығын айту туралы сұраққа жауап беруден бас тартып, бұның үлкен құпия екендігін және бұл құпияны өзімен бірге тозаққа алып кететіндігін айтады. Ол сотта өзін ақтау мақсатында оның денесінде басқа да тұлғалардың өмір сүретіндігін айтып, тіпті олардың есімдеріне дейін атайды. Сотта прокурорлар маньяктың айтуы бойынша оның ішінде бірнеше тұлғалардың өмір сүретіндігі туралы нұсқаны қабылдамады. Ал оның бұндай қадамға не үшін бардың деген сұраққа жауабы Гейнсвиллдің ең қауіпсіз және ең әдемі қала статусына сәйкес еместігін дәлелдеу үшін. 1994 жылы сотталушы студенттерді зорлау және өлтіру бабы бойынша кінәлі деп танылып, өлім жазасына кесілді. Алайда оған Шрифпортта отбасын өлтірді деген айып тағылған жоқ. Роллинг сот шешімінен 12 жылдан кейін, демек 2006 жылы 25 қазанда Флорида мемлекеттік түрмесінде өлімге әкелетін инъекция арқылы қайтыс болады. Роллинг өлім жазасына тартылмастан бұрын Шрифпорт қаласындағы 3 адамды өлтіргендігін дін қызметкеріне мойындаған. Осыншалықты қатыгездікпен адам өлтірген Роллингтің балалық шағы қандай болған деп ойлайсыз? Дэнни Роллинг 1954 жылы Луизиана штатында дүниеге келген. Оның балалық шағы өте қиын болады. Күндіз әкесі полиция формасын киіп заңға қызмет етті, ал кешке үйіне оралып әйелі мен ұлын аяусыз ұрған. Кевин Роллинг дүниеге келгеннен кейін әкесінің ашуы Дэннидің інісіне де тарала бастайды. Анасы отбасындағы жағдайды өзгерте алмады. Ол күйеуінен бірнеше рет кетіп қалғанымен, бірақ үнемі үй тиранына қайтып оралатын болған. Роллинг қалыпты отбасында өспеуіне байланысты көшеде тәрбиеленеді. 1990 жылы мамыр айында Дэнни әкесін 2 рет оқ атып жаралайды. Әкесі аман қалады. Кішкентай кезінен бастап ол жергілікті полиция бөлімшесінің тұрақты келушісі болды. Үнемі бұзақылық пен ұсақ тонау үшін қамауға алынатын. Өкінішке орай ешқашан қоғамға бейімделе алмады. Жұмыс орнын да үнемі өзгертіп отырды. Кейін өмірінде сәтсіз некеде орын алды. Жұмыстың жоқтығы оны ұрлыққа итермеледі. Айтып өткенімдей, Дэнни Роллинг 2006 жылы өлімге әкелетін инъекция арқылы өлім жазасына кесілді. Дәрігерлер Гейнсвиллден солтүстік шығысқа қарай 48 шақырым жерде орналасқан Флорида штатындағы Старк қаласының түрмесінде таңғы сағат 6:13-те өлім фактісін тіркеді. Мүмкін кейбір америкалық фильмдерден көрген боларсыздар. Өлім жазасына кесілген қылмыскерге өлім алдында өзінің қалаған тамағын жеуге мүмкіндік беріледі. Дэнни Роллингке де бұл мүмкіндік берілді. Ол лобстер, ас шаяндар, чизкейк және тәтті шай таңдайды. Крик фильмі экранға шыққан кезде Роллинг түрмеде сот шешімінің орындалуын күтіп отырған еді. Түрме басшылары оның фильм көруіне рұқсат беруі екіталай. Сондықтан ол өзінің атақты бір фильм сюжетіне шабыт беруші екендігін ешқашан білмейтін болады. Ал 2022 жылдың қаңтар айында дүниежүзілік экрандарға Крик 4 лентасының жалғасы шықты. Гейнсвиллдегі қорқынышты оқиғадан гөрі Крик фильмі әлде қайда танымал. Алайда Гейнсвилл тұрғындары бұл қорқынышты жайттарды ешқашан ұмытқан емес. Дэнни Роллинг және қаза болған студенттер әлі күнге дейін әр тұрғынның жадында. 34-ші көше қабырғасында қайтыс болғандардың есімдері жазылған мемориал тақта бар. Ал 2015 жылы кісі өлтіру оқиғасының 25 жылдығына орай қалада өлтірілген студенттерді еске алу шарасы өтті.